Жетінші лекция тақырыбы. Ерекше білім алу қажеттілігі бар білім алушыларға психологиялық педагогикалық қолдау көрсету мазмұнын анықтау болып табылады. Ерекше білім беру қажеттілігі бар анықтамасы және оның қажеттілігі. Психологиялық педагогикалық қолдау. Қолдаудың мәні мен мақсаты, инклюзивті білім беру принциптері. Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың түрлері. Зият бұзылыстары, яғни зият дамуында бұзылыстар бар балдар. Сөйлеу тілінің бұзылыстары, тілдік қабілетінде қиындықтар бар балдар. Есту қабілетінің бұзылыстары, яғни естуінде бұзылыстар бар балдар топтан жатқызамыз. Психологиялық педагогикалық қолдаудың мазмұны диагностикалау, түзету, консультация, яғни баланың даму деңгейін анықтау, психологиялық түзету жұмыстары ата-аналармен және логопедтермен, педагогтармен жұмыс болып табылады. Психологиялық педагогикалық қолдаудың формалары: жеке жұмыс, әр баланың қажеттілігіне сай жеке қолдау көрсету; топтық жұмыс, түрлі топтық іс-шаралар арқылы қолдау; консультация, яғни мамандармен кеңесу. Қолдау көрсетудің әдістері мен технологиялары: ойын терапиясы, арт-терапия және музыка терапиясы мысал болады. Мамандардың рөлі: психолог психологиялық көмек көрсетеді, педагог оқыту процесін ұйымдастырады және логопед сөйлеу тілін дамытуға көмектеседі. Ата-аналармен жұмыс: ата-аналарға негізі қолдау, кеңестер және іс-шаралар өткізуге өз мүмкіндіктерін тигізеді. Қолдау көрсетудің тиімділігін бағалау, яғни бақылау, нәтижелерді бақылау, талдау, жалпы білім беру ұйымдарын түзету енгізу, мониторинг, кері байланыс алу болып табылады. Жалпы қорытындылай келе, ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға психологиялық педагогикалық қолдау көрсету маңызды міндет болып табылады. Олардың әл-ауқаты үшін ұсыныстар мен перспективалар жасау үлкен қажеттілікті қамтамасыз етуге бағыттайды. Назарларыңызға рахмет.